Сәлеметсіздер ме балалар, бізде бүгін 85-ші сабақ. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 7-ші жаттығу, керекті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап бер дейді. Міне балалар бізге сұрақтар берген және оның астына керекті сөздерді жазып қойған, иә. Бірінші сұрақ бізде Динаның ұстазы кім дейді. Динаның ұстазы Құрманғазы. Құрманғазы кім? Құрманғазы Сағырбайұлы күй атасы. Домбырашы болу үшін не істеу керек? Домбырашы болу үшін дыбысты сүйе білу және ерінбеу керек дейді. Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға қалай әсер етті дейді. Құрманғазының ақыл кеңестері Динаның құлағынан кетпестей ұялады деп жаздық. Келесі етістіктерді тап, олардың дара немесе күрделі екенін айт дейді. Міне балалар, бізде дара етістіктер ерінбеу, ұялады, күрделі етістік бұл жерде сүйе білу. Келесі 8-ші жаттығу, көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Күйші күй тартады, жыршы жыр айтады, ақын өлең шығарады, дәрігер ауруларды емдейді, мұғалім балаларды оқытады, жылқышы жылқы бағады. 9-ші жаттығу, көп нүктенің орнына дара етістікті тауып жаз дейді. Міне балалар бізге күрделі етістіктер берген екен. Мысалы, келе жатыр, келе бастады. Дара етістік келді. Тарталады, тартып жатыр, тартып жүр болса, дара етістік тартады. Тоқи алады, тоқып отыр, тоқи бастады. Дара етістік тоқиды. Барып кел, бара кел. Дара етістік бар, иә? Немесе барады. Келесі тапсырма балалар, осы күрделі етістіктерді қатыстырып сөйлем құрап жазу керек екенбіз. Әжем ауылдан келе жатыр. Ағам күй тарта алады. Анам шәлі тоқып отыр. Әкем жұмысына барып келді дейміз. Келесі 10-шы жаттығу, суретке қарап мәтіннің тақырыбын болжа дейді. Міне балалар, қараңыздар, суретте енді бұл Құрманғазы Сағырбайұлының суреті берілген, күй тартып отыр. Оның жанында кішкентай күй тартып отқан қыз, бұл Дина болса керек, яғни ұстаз мен шәкірттің арасындағы диалог болады деп болжаймыз. Енді мәтінді оқимыз. Менің атым Дина деді қызғалдақ. Мерейлі бол, Динажан. Мен кек күйшісі Құрманғазымын. Тәрбиеші Махамбет ақын Исатай ердің серігі, халық үшін жан берген. Сол ерлердің ұраны, сол күрестің дабылы мынау егіз шекте. Мұрамды саған тапсырдым, халыққа жеткіз күйімді, деп қария қызғалдаққа үкілі домбырасын ұсынды. Егер де маған, Атажан, шынымен сеніп тапсырсаңыз, кек ұрандас күйіңізді халыққа ойнап беруге ант етемін, деп қыз бала тізерлеп отырды да домбыраны қолына ұстап сүйіп алды дейді. Енді балалар тапсырмаларды орындаймыз, мәтінге ат қой дейді. Мәтіннің атауын біз ұстаз бен шәкірт деп қойдық. Келесі беттегі жоспарды толықтыр дейді. Міне жоспардың бастамасын бізде Дина мен Құрманғазының танысуы депті. Әрі қарай біз Құрманғазының аманаты, ал 3-ші бөлімді Динаның анты деп қойдық. Келесі тапсырма мәтін бойынша жоспар бойынша мәтінді мазмұнда дейді. Міне балалар, жоспарымыз бойынша біз мәтіннің мазмұнын жазып шықтық. Жазып алсаңыздар болады. Немесе балалар, сіздер өздеріңіз оқып, не түсіндіңіздер, соны жазып шықсаңыздар болады. Келесі мәтіннен етістіктер тауып, олардың дара және күрделі түрін ажырат дейді. Міне балалар, бізде дара етістіктер деді, берген, тапсырдым, жеткіз, деп, ұсынды, ұстап, ал күрделі етістіктер сеніп тапсырсаңыз, ойнап беруге ант етемін, тізерлеп отырды және сүйіп алды. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.